Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін манты жасайтын боламыз. Осындай әдемі, дара болып шығатын манты жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Біз бүгін осындай манты жасаймыз. Енді қамырын дайындап алатын боламыз. Бізге осындай 2 пиалай толмаған, дәу пиалайдан 2 пиалай толмай су құятын боламыз. 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз, ұн салып, осы неден 2 суала қамыр шығаратын боламыз. Жақсылап елеп аламыз, иін қандырып тұрып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орта қылып елейтін боламын. Міне осындай жұмсақ та емес, қатты да емес, орта қамыр еленді. Енді осының бетін пешевой пакетпен орап, үстіп салып қоятын боламыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Біз осындай картошка турап алдым. Ішіне ұсақтап турап алдым, әдемі қылып. Енді жақсылап пиязымызды турап алдық. Енді бізге қойдың еті парыш қылып өткізіп алдым. Бізге осындай приправалар, бұрыш, жақсылап осылардың бәрін араластыратын боламыз. Описанияға қалдырып кетем, не салғанымды. Сол жақтан оқып алсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алдық. Осындай парыш қылып дайындап алдық. Енді жаңағы қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, осы қамырды жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алдым. Жақсылап қанған қамырымызды жақсылап жайып алатын боламыз, дөңгелектеп. Осындай топ-томалақ қамыр болып шықты. Енді біз бұны кесіп алатын боламыз. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Жақсылап жайып аламыз. Осылардың ішіне жақсылап парыштарды салып, түйіп алып алатын боламыз. Біз үстіп астына май жағып аламыз.
майды жағып жақсылап барлық жеріне тегізіп, сөйтіп майдың ішіне шет-шетін батырып шығатын боламыз. Өйткені дара-дара даққа түсетін болады. Бірін-біріне жабыспай, жақын қойсаңыз да маймен сөйтіп жабыспай әдемі болып тұрады. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. 45 минутта пісетін болады. Біз осындай жақсылап жағып алдық. 45 минутта піседі манты. Дәл осындай болды. Қатты отта пісіретін боламыз. Газдың